Баршаңызға сәлем, сіздермен бүгін сочники жасаймыз. Ең күшті рецепт, өте дәмді болып шығады. Ол үшін сары майымызды ерітіп алып, ыдысымызға құямыз. Оның үстінен 2 ас қасықтай құмшекерімізді қосамыз. 1 жұмыртқа саламыз. Қаймақ қосатын боламыз. Сол кезде қамырымыз жұмсақ песочный болып шығады. Жақсылап араластырып алатын боламыз. Қанша мөлшерде қосу керектігі видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Одан соң електен өткізілген ұнымызды қосамыз. 1 шай қасық разрыхлителімізді қосып алып, бірінші лопатканың немесе қасықтың көмегімен жақсылап араластырып алыңыздар. Одан кейін қолдың көмегімен жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Менің арнамнан өте керемет, жеңіл осындай рецепттерді көптеген түрлерін таба аласыздар. Сондықтан маған тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде подписаться кнопкасын басып, қасындағы колокольчикті басып, все деген таңдап қойсаңыз, жаңа видео шыққанда сізге хабарлама баратын болады. Міндетті түрде тіркеліп қойды ұмытпаңыз. Лайк басып, сұрағыңыз болса, пікір қалдыра отырыңыздар. Мінекей жұмсақ қамыр илеп алдық. Енді пищевой пленкаға, пищевой пакетке орап, тоңазытқышқа 20-30 минут аралығында қалдырамыз. Енді сүзбемізді алып, үстіне 1 жұмыртқаның сары уызын, жүйрік крахмалын және қантты қосып, блендермен езіп аламыз осылай. Енді қамырымызды алып, бөліктерге бөліп алатын боламыз. Өте оңай дайындалады. Дәмді болып шығады. Песочный тестомен керемет дәмді сочники шығады. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Қазақ фуд блогының дамуына үлес қосып, оның астындағы поделиться батырмасын басып, достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісе отырыңыздар. Бұл қамырдан орташа көлемде 10 дана сочники шығады. Осылай қолдың көмегімен дөңгелетіп, қамырымызды дайындап аламыз. Барлығы бірдей болғанын қаласаңыздар, таразының көмегіне жүгінсеңіздер болады. Мен көз мөлшермен осылай 10 дана шығардым. Енді 10 ештеңке сеппейміз. Құрамында май болғандықтан осылай ақырын ғана домалақ етіп қамырымызды жайып алатын боламыз орташа көлемде. Орташа көлемде қамырымызды жайып аламыз. Одан кейін салмасын саламыз, начинкасын 1 ас қасықтай көлемде салсаңыздар жетеді. Салмасының құрамында крахмал болғандықтан пісіп жатқан кезде ағып кетпейді. Сондықтан көп мөлшерде сала беріңіздер, қорықпай. Дәл осылай барлық сочникиді видеода көрсетілгендей етіп, дөңгелек етіп жайып алып, арасына салмамызды салып, екіге осылай бүктейміз. Осы аралықта қамырымызды жайып жатқан кезде пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып дайындап қоямыз. Қызып тұрған пешке салып пісірсеңіздер, сіздердің сочникиларыңыз көтеріліп, әдемі болып піседі. Осылай арасын кішкене алшақ етіп орналастырамыз. 10 дана сочники шықты, 180 градуста осылай қызарғанша 35-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Және әрлеу үшін міндетті түрде қант ұнтағын пайдаланамыз. Сол кезде біздің сочникилер одан сайын әдем болып көрінетін болады. Тәбет ашарлықтай болып шықты. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Маған, менің отбасыма қатты ұнады. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Көздің жауын алатындай әдемі сочникилер шықты. Оңай дайындалады. Жұмсақ нәзік болып шығады. Мен сіздерге біреуін бөліп көрсетейін. Жұмсақ болып шығады. Осылай жасап көріңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып шыққан. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Келесі видеода кездескенше.